Ақтөбеде көрдім. Сонда Ақтөбеде көргенде бір сондай бір тойға бардық. Сол тойға барған екен, біраз отырып, сөйді біраз кісілермен таныстық. Сол жерде отырып, ол бірінші рет Батырхан Шүкеновпен танысты. Екеуінің арасы бірақ жас екен, соны таныстырып мен айттым, осындай білгенімше айтып бердім, әндерін осындай әндерін алып, ой деп кәдімгідей қуанып, амандасып суретке түсем, сөйтіп мені Жанатбек Батырханмен таныстырды деп қуанып жүрді. Кешке жататын кезде бөлмеміз осылай қатарлас болды. Менің есігім қонақ үйде, ол кісінің есігі қатарлас. Содан кейін бардым, енді шөлдеген жоқсыз Береке, Шымкенттің салқын сырасын сағынған жоқсыз ба деген жай күлетін бар ғой. Деді де күлді, айтты. Кішкене намаз оқып жүрем деді. Соны қуанып кеттім. Жақсы ғой, ниет қабыл болсын. Жақсы, ол уақытысы келген шығар деп не қылсам. Мен білмейміз ғой, қай күн өліп қалатынын дейді. Жоқ қой, ерекше өйтіп айтпаңыз деп. Содан да өз айналдырып сол кезде білдіре бастадым екен.